аса қымбатты арулар, дәстүрлі мерекемізге жиналған алқалы ағайын, 8 наурыз халықаралық әйелдер күні мерекесі, көктем мерекесі құтты болсын. Ана әлем бақытты, мәртебесі биік мерекелік кешімізге қош келдіңіздер. Ерлік те, батырлық та, ақындық та, махаббат та, мейірімділік те ана сүтінен таралған. Ендеше мерекелеріңізбен ардақты аналар, қымбатты арулар. Мейіріммен мәпелейтінде, бақытқа жетелейтінде ана, жан жарасын емдейтінде, көңіліңді көкке көтермелейтінде ананың тілі. Ана алақанын ешқашан ұмытпаймыз. Тылсым табиғат тамашасын тал бойына тоғыстырған сұлулық сыры әйелде. Ақ ұлпа қардың жұмсағы, жапырақтары сыбдыры, кәусар бұлақ сылдыры, бұлбұлдай сайраған құстарына, толғанай, шуақты күннің алтын шапағаты, бәрі ару әйелдердің бейнесімен өрілген. Үмітті ұлпа, арманы асқақ, қырмызы қырдың гүліндей құлпырған көрікті қыздар жөнінде көңілден бүрлетіп, жүректен тілетер, толғаумен самғауы еш сарқылмас. Жаны жаздай, жамалы жарқын, жанары тұнық жұбайлар, жайдарлы жеңгелер, керім келіндер. Әуенді әдеймен сәбиін қанатын қатайтып, арман айдынына жұрған, талаптың тұлпарына мінгізіп, нұрлы жолға түсірген табиғатынан тәубешіл, әрі арманшыл, көңілі мөлдір жандар. Көктемнің ең тұңғыш мерекесі 8 наурыз табиғаттың оянған, адам баласының жүрегіндегі махаббаттың табиғат анамен бірге серпілетін кезі. Әйел жүрегі секілді төңірек мейірімін төккен шақта тойланатын 8 наурыз мерекесі құтты болсын. Тірліктің майығы әйел, жанұя қуаты әйел. ана менің шаттығым мен берекем. Біз ұрпақпыз ана еңбегін елеген, елдің ізгі дәстүріне айналған, құтты болсын мерекең. Әйелдерсіз көңілдің күлөкпеген, аналардың алдында әрқашанда сондықтан. Еңбегі ерлікпенен барабар, оны өтеу бізге борыш саналар. Елі үшін еңбек еткен еселі, жасай берсін аналар. Жігіттер, бүгінгі осындай ерекше мейрамда ылғи жігіттер жүргізіп біргеміз. Ендеше өздерінің аналарға, әпке қарындастарға деген жүректерінен шыққан өлең жолдары бар ма? Өлең жолдар дейсіз ба сізге? Табан астынан қиын болды ау. Асылбек, сенде өлең бар ма? Әрине, мектеп қабырғасында жүргенде аналарымызға арнап жаттаған өлеңдеріміз бар ғой. Әбеке, үлкеннен бастасақ қайтеді бірінші. Иә, Асылбек, дұрыс айтасың. Асеке, сіз үлкенсіз ғой, өзіңіз бастаңыз. Жарайды. Мен онда Махмұтбай Әбдіұлының ана атты өлеңін оқып берейін. Аялайтын, құшағына алатын, ардақтаңдар, әркез асыл анатын, жүрмен оның құдыретін айта алмас. Жиналса да әлемдегі бар ақын, жалыныңдай жүрегіңде жанатын, жарығыңдай адассаң жол табатын, қамқорың ғой қай жерде аң жүрсеңде, қанатын ғой қайда ұшсаң да қағатын, шуағыңнан жаның қуат алатын, шұғылалы шыққан бейне ана күн, жүрмен оның құдыретін айта алмас. Жырласа да әлемдегі бар ақын. Қай жерде мейлі қай елде, әлемнің мәні әйелде. Мықтымын десең өзіңді, әйелге барып дәлелде. Әйелсіз айтпақ әндімен, әйелмен дәмді әңгімем. Сүйкімді болсаң шынымен, әйелің сүйсін алдымен. Әйелге мәлім көп сырын, сүрінсең әйел деп сүрін. Халыққа сыйлы болмайсың, әйелге болсаң жек сұрын. Сырыңды соған ашасың, шөліңді содан басасың. Адамның күні әйелмен, әйелден мәңгі жасасың. Жер бетінде тіршіліктің өзегін келешекке жалғаған, өсер ұрпағына құнды
құндақтары жағынан ізгіліктің дәнін еккен. Аналар мерекесімен құттықтау үшін сөз ауыл әкімі Садықов Сардар Мұхаммедуали Садуақасұлына беріледі. мейрамдарыңыз бүкіл дүниежүзі тойлайтын халықаралық әйелдер күнімен шын жүректен құттықтаймын. Жүргізіп жатқан балдарыңыз, інілеріңіз өлеңдерінде, өз сөздерінде айтып жатыр. Ана деген бүкіл әлемде ең қадірлі жан, ең қадірлі адамзат. Ананы қазақ бүкіл адамға қуат беретін, нәр беретін, жер де анаға теңейді, жер ана деп. Күннің шуағын, ананың мейірін күннің шуағымен теңестіреді, күннің шуағындай деп. Бұл деген үлкен құрмет өздеріңіздің осы балдарға әлемді тербетеді дейді бір қолымен. Сондай мейірімділікпен аналардың осындай нәзік мейірімді көңілдерінің арқасында осы дүниедегі соғыстың ошағы ұстанбай әрқашан мейірімділіктің арқасында тоқтап тұрады екен. Мынау біздің мемлекетімізде де аналарға үлкен құрмет жасалады, үлкен көңіл бөлінеді. Кеше үлкен жаңалық болды. Осы әлеуметтік саланың өз дәрежесінде жүрмегеннен елбасымыз өкіметті таратты. Қазір өкіметіміздің басында үлкен жұмыстар жүріп жатыр, сараланып жатыр. Көп балалы аналарды, әлеуметтік аз қамтамасыз етілген отбасыларды қайтсек, қандай үлкен дәрежеге жеткіземіз. Негізгі ұрпағымыз қайткен кезде жақсы өмір сүреді. Сол нәрселер қазір өкіметте заң қаралып жүріп жатыр. Біздің ауылдарда да бүкіл әкімдіктерде қазір түгендеу жұмыстар жүргізіліп жатыр. Ол бүкіл отбасылардың әлеуметтік картасы жасалып, заң ертеңгі берілетін көмек шілдеден кейін беріледі. Ауылда сондай статусы бар, сол белгіленген заңда көрсетілген жеңілдіктер берілетін азаматтардың ешқайсысы қалмайды. Тізіліп жатыр. Қазір арнайы комиссия құрылып, әкімдікте сондай жұмыстар жүріп жатыр. Біздің құрметіміз әрқашан сіздерге аналар, сіздер үйде отбасы, бала тәрбиесімен қатар барлық жерде атсалысып, өз еңбектеріңізді сіңіріп жатсыздар. Мынау басшылықтарда мұғалімдік, медицина қызметкерлі осы біздің ауылда өздеріңізге қызмет көрсетіп келе жатыр. Бәріне алғыс айтамыз. Үлкен биіктерден көрініп жатқан спортшы қыздарымыз бар. Олар бүгін тағы да сондай кезекті жарысында жүр. Мереке Диана деген қыздар. Мереке құтты болсын. Өздеріңізге құрметіміз. Осы ауылдағы қуанышты жағдай, осы ауылдың азаматы Айлан деген балаларыңыз, аналардың құрметіне, аналардың мерекесіне мен тамақ берейін, дастархан жасайын деп, осы мерекелі кештен кейін дастархан мәжірі күтіп отыр. Осы кішкентай ғана сыйымызды үлкен сыйды қабыл алыңыздар. Шаруашылықтың басшысы Нәмәт інілеріңіз, балдарыңыз, ол кісі өздеріңізге арнаған кішкентай сыйы бар. Бірақ бір жұмысынан қауіп кісілер келіп, ол қазір Шымкентке кетіп қалды. Арнайы құттықтау сәлемін жеткізді. Жақсы көңіл күймен бүгінгі мерекені өткізіңіздер. Тек мерекеде емес, барлық кезде, жылдың барлық күндерінде сіздерге құрметіміз шексіз. Мына үлкен отырған ағаларымыз, көкелеріміз, аналарымыздың мерекесін жақсылап өткізіңіздер. Қазір жақсы көңілді күйлер, көңілді билер, көңілді әндер орындалып отырса, биге шақырыңыздар. Осы жерден мерекені көңілді қылып, аяқтап, үйімізге жақсы көңіл күймен қайтуға тілектеспін. Құтты болсын. Көкте
көктем келді, көптен күткен арайлы, нұрға бөлеп шаттандырып маңайды, аналардың, арулардың мейрамы, ән мен жырға бөлейікші сарайды дей отырып, бүгінгі мерекелік кешімізге арналған концерттік бағдарламаны бастауға рұқсат етіңіздер. Орындалатын анамның ақ жаулығы атты ән орындайтындар дуэт. Анашым, ана жаным, аяулы алақаным, есейіп кетсем бағым, мен сенің балапаным. Анашым, ана жаным, мейірбан бала жаным, бақытым емес пе еді өмірді сыйлағаным. Өмірің күндей, өмірің гүлдей,
Молдахмет, Сәрсенов Ишанбек, Төреқожаев Ермахан, Үсенов Тұрсыпай, Жүрісқожаев Тұрсын көкелерімізді сахна төріне шақырамыз. Әйелдер қауымы, қыздар, әпше жеңгелі, қарындастарымыз, мына мерекелеріңіз құтты болсын. Әлемнің көптеген мемлекетте тойланатын осы мереке әйелдер мерекесі екен. Біздің мемлекеттердің мерекесі білесіздер тұрып кетті. Бұл 20-ші күні қатар әйелдеріне ызбандадым, осылар ызбандап құттықтар ма екен деп, қалай жағдайыңды 20-ші күні мерекесі құтты болсын деп айтады, жақсы немере бағып жатырмын дейді. Ана біздің 20-ші мерекелер құрып кетті. Ана сіздерді кімдеге ананың жаңағы бір қолымен бес тербетсе, бір қолымен әлем тербетеді деген арқасы болу керек. Алла тағала осы мерекелерімізді әлі орынды сақтап тұр. Мерекелеріңіз мереке болсын. Жаңағы айтқан жақсы тілектер барлығымыздың жанұямызда, отбасыларымызда, өз бастарымызда бола берсін. Енді әйел деген халықты қарасаңыз, жаңағы ұлылығын менен әркім әртүрлі түсінеді. Мен өзім ойлаймын, үйдегі үй тазалаудан бастап, тамақ істеу, жаңағы киім тігіп беру, үйдің тазалығы, оның бәрін былай қойғанда, детсадқа барсаңыз, балалар бақшасына барсаңыз, әйелдер 100%. Мектепке барсаңыз 85% әйелдер. Жоғары оқу орнында кеше статистиканы естіміз 60% әйелдер. Сонда мемлекеттің құрылуына, оның дұрыс жұмыс істеуіне, тәлім тәрбие көрсетіп жатқан көптеген процент екілерден жоғары дәреже әйелдер. Сонда сіздердің орындарыңыз бар уақытта бөлек. Мерекелеріңіз береке ұрласа берсін. Құтты баян болып, жақсы болып, аман болып жүре беріңіздер. Жаңа көптеген елдерді айтып жатыр, жетістіктерді айтып жатыр. Қазір заман жетілген жақсы қыздарымыз, біреу Бельгияда, біреу Америкада, біреу Англияда жүріп жатыр. Біреулері спорттың үлкен жетістіктерін жетіп жатыр. Заманында жетілген болу керек, мемлекетінде қадірлегенде болу керек. Мерекелеріңіз құтты болсын. 5-6 адамға құттықтау жазуды өтін қатынас жіберген, сөйтсек енді бір белгілі себептермен бір-екеуі келмей қалды. Ертең Қоңыратбаева Шакураның несі аудан әкімінің атынан алғыс хат келу керек еді. Ертең барғанда Салтар Алымбетжан ертең ауданда мереке өтеді. Қазір қолымызға біреу тиіп тұр, бұл мына Шермағамбетова Әнипа дегеніміз. Мерекеңіз құтты болсын. Білерден жұрттың бәріне уақыт естамайын. Мұнаның бәрі уақыт бермей қойып, сізді аудандық ардагерлер ұйымы құттықтайды. Түскеннің аналары, әйелдер қауымы. Барлығыңызды бүгінгі 8 наурыз халықаралық әйелдер күні мерекесімен құттықтаймын. Алла тағаланың осы әлемді осыншалықты керемет етіп жаратқанына, соның негізгі себебін, негізгі ауыр жүгін арқалайтын әйелдер аналарды жаратқанына таңғаламын. Мінекей сендердің арқаларында бүкіл өмірге қуаныш келеді, бақыт келеді, күлкі келеді, махаббат келеді, жақсылық келеді, әлемді жалғастырып отырған ең ұлық жандарсыздар. Сондықтан бүкіл ауылдың ер азаматтары, бүкіл елдің қарттарының атынан сіздерге тағы да жақсылық тілей отырып, зор денсаулық, ұзақ ғұмыр, бала шағаның қызығын көріңіздер, өсіп жақсылықты көре беріңіздер. Қадіріміз деп атады қазақта. Жақсы тілектер айтылмады. Көкірегі қараң адам болмаса бұның бәріне түсінеді. Аналар дендерің сау болсын. Бала шағаларын қызығын көріңдер, өстіп жайнап алдында жүре беріңдер. Аман болыңдар. Ал жиналған мына аналар заңды мерекелеріңіз құтты болсын, дендерің сау болсын. Ана өсіріп жатқан ұлдарыңыздың қызықтарын көріп, мерекеден мерекеге жете беріңіздер. Құрметті аналар, мына 8 март халықаралық әйелдер күнімен шын жүректен құттықтаймын. Өмірлеріңе береке, отбасыларыңыз аман, дендеріңіз сау болсын.
бауырларыма көп рахмет. Құрметті қонақтар, келесі кезекте Сүлейменова Раушанның орындауында Анашым әнін қабыл алыңыздар.
көтере бергендеріңізге шын жүректен тілектеспін. Мына мерекелеріңіз құтты баян болсын деймін. Мына бүгін әйел қауым, аналар, келіндер, қарындастар, қыздар, бәріңіздің мейрамдарыңызбен құттықтаймын. Мына дүниежүзі жартысы осы мейрамды жатыр ғой. Сіздердің арқаларыңызда бәріміздің де осы жарқырап жүргеніміз сіздердің арқаларыңыз. Құттықтаймыз. Қадірлі аналар, аналардың ішінде мінеке апалар да бар, қарындас та бар, осы өзіміздің қыздарымыз да бар шығар ішінде. Мына бүгінгі үлкен ұлы мерекелеріңіз құтты болсын. Мына бүгін дүниежүзі бойынша мінеке әйел қауымын дүниежүзі бойынша тойлап жатқан жағдайы бар. Мына біздің ауыл соның кішкентай ғана бір бөлшегі. Кішкентай бір бөлшегі деп айтудың өзі қиын шығар. Біз үлкен ауылымыз. Осы кең медиа далаға алғашқы келген кезде мінекей осыларға біз бәріміз баламыз. Осыларда әкелерімізбен бірге, ағаларымызбен бірге осыларда отырған санаулы адам қалды, сол кездегі алғашқы үлкен кісілер. Одан кейінгілерді бәрі атсалыстыңдар ғой. Осы түгіскен ауылын құраған, осы ерлермен бірдей жүріп құраған осыларда біздің аналарымыз отыр, қадірлі аналарымыз. Әр уақытта денсаулық тілеймін, бақыт тілеймін. Әр уақытта аман болыңыздар, немерелеріңіздің, шөберелеріңіздің қызығын көре беріңіздер. Мына отырған ұлдарыңызды жақсы тәрбиелей беріңіздер. Құдай қаласа біздің ауылымыз өсіп өніп жатыр. Мінекей Құдай қаласа мінекей үлкен тіректі ауылға айналып жатырмыз. Мынау өзіміздің мынау әкіміміздің арқасында, отырған жүрген мінекей басшы қызметкерлердің арқасында. Мынау сіздерге айтатыным, дендеріңіз сау болсын, өсіңіздер, өніңіздер, мерекелеріңіз құтты болсын. Денсаулық тілеймін. Рахмет. Сіздерді қандай сөз айтса да лайықты анасыздар. Барлығыңызды бүгінгі үлкен мерекелеріңізбен құттықтаймыз. Құдай қаласа дендеріңіз сау, отбасыларыңыз аман болсын. Алып та анадан дейді. Сол айтпақшы, сіздердің барлық осы өмірдің тірегі де сіздер өздеріңізсіздер. Құдай қаласа осындай мерекеге аман есен жетіп, күліп ойнап, шаңырақтарыңызда жақсылық, қуаныш болсын. Кездесек, жақсы кезде кездесек, аман болыңыздар. Бәрекелді ағаларымызға, құрметті қонақтар, келесі кезекте Түгіскен ауылының инструменталды вокалды ансамблінің сүйемелдеуімен Дос Мұқашанның репертуарынан Бақытгүл Тасқожаеваның орындауында қуанышым менің әнін қабыл алыңыздар. Құтты болсын аналар мерекелеріңіз. Мерекеден мерекеге жүзе берейік. Дос Мұқашанның репертуарындағы қуанышым қазынаманы. Сонау 80-90 жылдардағы ағаларымыздың салып кеткен сара жолы осындай керемет жанды дауыста, керемет ән айтып, жанды дауыста осындай ансамбль құраған біздің ауылымыздың ағамыз Нұрлыбай ағаларымыз бастаған топ қазір өзін қайтадан жаңғыртып, осындай жанды дауыста Аққорған тобы қайта құрылып жатыр. Қошеметтеріңізді аямаңыздар.
шақырады. Біздің аналарымыз шақырады. Махаббат шақырады. Сіздердің сезімдеріңіз шақырады. Құрметті аналар, тағы да мерекелеріңіз құтты болсын. Рахмет, бәрекелді. Келесі мен сахнаға тағы да өзіміздің ауылымыздың әншісі, өнер мектебінің ұстазы Гүлзира Иманбаева қыздарыңызды шақырамын. Сенің анаң алтын, менің анам алтын, барлықтарыңыз алтынсыздар, аналар. Бір. Olsun
алаңымызда жанды дауыста ән салып тұрған өздеріңіздің ұлдарыңыз, қыздарыңыз және де жаңадан қайтадан сол 80-90 жылдардағы ансамбльді құрап атқан өзіміздің ауылымыздың жігіттері барлықтарыңыз танисыздар. Қошеметтеріңізді аямай өтіңіздер. Келесі тыңдайтын әндеріңіз Жақсы келді Сейлевтің әні Кездесерміз. Әр уақытта кездесеміз. 8 наурыз тағы да құтты болсын. Тағы да 8 наурызда кездесеміз келесі жылы. Ендеше барлығымыз бірге аналар, Шамшы Қалдаяқов ағамыздың әні жаным анашым. Рахмет көп. Шамшы Қалдаяқовтың әні
Бәрекелді, рахмет көп. Мерекесі көктем мерекесі, елдің мерекесі. Дәстүрлі төл мерекемізге арналған салтанатты кешімізде өз мәресіне жеткен секілді. Халықаралық әйелдер мерекесі тағы да құтты болсын. Денсаулықтарыңыз мықты болсын. Ұрпақтарыңыз көбейіп, көңілдеріңіз марқайып, сән салтанатты күн кеше берулеріңізге тілектеспіз. Құрметті аналар, әпкелер және қарындастар, осымен сіздерге арналған шағын концерттік бағдарламамызда өз мәресіне жетті. Ден қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет. Қош, сау болыңыздар. Шамалы шырайлыңыздар, мынау енді үлкен сіздерге құттықтау сөзін айта келдім. Сонымен бірге шаруашылықтың атына мынау әйел аналарға, әйел қауымына, батырларға үлкен сый-сияпаты бар. Соны Перуза шетінен бастап таратып бере береді. Соны қабыл алыңыздар. Құрметті аналар, мерекелеріңіз тағы да құтты болсын. Бір жылда билейіктен қой ортаға шығып, кәні билейікті бір тамаша музыка болсын ортада. Келді кәні, аналар, келіңіздер ортаға, билейміз. Кәні, бер келіңіздер. Қымбатты аналар.
істемейді. Жаңа гүлмен орамалды шаруашылық берді. Бәріңіз алдыңыздар ма? Мынау жаңағы ең бір-біріне деген мейірімділік, бір-біріне деген бізге ниеттер осындай дастарханның басында болады ғой. Тамақты сіздерге тамақ дайындап, осыншама құрмет көрсетіп жатқан Майран ауылдарыңыз, Тұрсынхан Көкенімнің баласы Тасқожай Майран. Үлкен рахмет. Мына жерде тілек айту үшін береке ғой, қарияларға береміз. Тамақ жемейсіздер, микрофон ашық. Аналарда мен тілек айтамын, рахмет айтамын дейтіндер болса, қол көтеріп айтсын, енді береміз. Үлкендерден бастап мен қол көтеріп. Ана жерде өздерімізді құттықтадық, жақсылық тіледік. Енді мына дастархан жайып жатқан Майранда, Мейрам, бұның аты Мейрам ғой, Мейрам. 11 майда туған. Бұның әкесі Тұрсынханды бәрімізді білетіндер бар, білмейтіндер бар шығар. Ол осы заманның ең сүйегі адам еді. Бірге бір көп өмір сүрді, мынайда қатарларға бар. Бүгін тапқанын, бүгін жаратылған қатын бір сүйегі адам еді. Соның баласымен Майдан, Майлы Қожа, өзі шамал-шамалы ашуын анау-мынау мінезбен жүргізіп қалып, осы басы екі болғаннан кейін жаңадан түскен келін, мен де танысам, мен елге көшен мен издатыр болам деп, жаңадан кейін келін мына Майдан екеуі осы ұйымдастырып жатыр. Мейрам дегенде мынау, Мейрам, Майдан деп өзі қарамайды қойып айтты. Бір шешесі 10 туған, Тұрсынхан өлкенде айтты, тағы туады деп. Мынау берген тамағын осы жақсылығына Құда қаласа берсін. Мынау келген жаңа келінге мың рахмет, соның бастамасы деп жатыр. Сардаға келіп айтты, мен осы Майданға айтып тамақ берген деп келісіп жатырмыз. Сондықтан бірге қосағымен қосағардан қосқа айтпаған. Осы бүгінгі шығыныңды Алла бірнеше есе берекесімен қайтара берсін. Осы қойылды. Барлығыңызға мереке құтты бола берсін. Еті қабыл болсын айналайын. Жаңа айтып алды тағы да көрінді. Жөре қойды, жөре. Осындай Құдай саған ұл сыйлап. Жүре бақсаған басы қосып. Дастархан жайып. Өтманды жолыңызды қыдыр шылауыңда болсын. Бақтың базарында бол, қыдырдың назарында бол. Аллаху акбар. Айналайын. Рахмет, Тұрсынбай рахмет. Жұрапамыз Астанада, Тұрсынбай көке. Бұл жерде жоқ қазір ол кісі. Осыны ұйымдастырып отырған менің бауырым Майданжан, өмір жасың ұзақ болсын. Барлық жер жүзіндегі, күн көзіндегі барлық жақсылықты саған күннің шуағын даңғыл жол тілеймін жаным. Не деймін осы сенсімат бәріне деген бәдір, ол бір байлық, мақтаншылық емес, адамның адамға деген адамгершілігі. Адамға деген бұла көз қарасы, көзге түсті, мейір жүзге түседі деп, Майданжан осырада тамақ бермек деп, кеткендер кетіп атады, келгендер келіп атады. Қай уақытта осы жаңағы көз алдымызда осы қылған істеген менің бәрі қабыл болсын жаным. Не айтарым қабыл болсын. О жаным, бауырым менің. Әкемнің көмегін
қызығын сен көріп, қай уақытта қызықшылық бола берсін жаным. Өздерінің тәрбиесі бұда, ағамыз көрмей кетті, жақсы жаным. Рахметтің басқа айт. Замандастарым, құрдастарым, саған әдежеде айтқым келіп отыр. Şimdi сыймайды көріп, әттен рахметімді айтқым келіп отыр. Осынша бәрі мерекені құтты бола берсін. Осынша дайын болмаса, құрметтеп отырған мына балаларымызға, інілерімізге бәріне көп рахмет, рахметімді айтайын деп отырмын. Осынша жаңағы, осынша нәрсені жаңағы ұйымдастығы, барлығын мына інілерім уақыттарымды бөліп бізге жаңағы құттықтаймын деп құрдастарым бәрін келгендерге рахмет, рахмет айналайын. Жаңағы немесе сендердің жаңағы көрсеткен қызметтеріңіздеріне жете беруге бірақ сол рахметімді айтайын деп звондаватырмын. Сөйлеватырмын. Әрқашан мына майдан мына Түсіпхан деген жолдастарымыздың баласы, баламыз оны. Баламыз рахмет. Жылдар осындай осы тірліктеріңді біз бәріміз сендерді биіктен көре берейік, осы тірліктерің жылда осындай бола берсін. Құтты болсын. Барлық құрмет сіздер үшін мына көктемнің алғашқы күнінде бүгінгі күн қараңыздаршы қандай күн шуағы шашып тұр. Дегенде мына бүгін міне Майлан ағамыз тамақ беріп жатыр, мына аналардың құрметімен бір тамақ берейін деп. Мәкең солай айтқанмен де бұл кісімен осы жерде жолдасы жүр, мен таныстырып кетейін бұл кісіні. Күнімен өзі пісіріп еңбектеніп жүрген мына Мәкеңнің жолдасы, менің қарындасым Хадиша. Міне Хадиша қыздарыңыз, келіндеріңіз мына алдарыңызда. Үлкен рахмет сіздерге. Үлкен кіші барлықтарыңызға 8 март мерекелеріңізбен құттықтаймын. Аналар аман болсын. Майланжан, бүгінгі ас беріп атқаның айналайын рахмет. Сені кішкентайынан мен жақсы көремін. Көкемнің қасында кішкентай болып магазиннің уақытысында жүретін тұрсын көкемнің дорбасын арқалап. Сол еңбегіңмен мені әлі келатсың. Сол еңбегің мені өрге жанып жатыр. Көпшіліктің батасын алып жатсың. Рахмет. Бұндайды көпшілік адам істей бермейді. Өзінің жаңағы еті тірі адам береді мұндай тамақты. Мені іштік жедік, көкеме тие берсін, айналайын. Рахмет. Келесі тілек айту сөз нөмірі 209 орта мектептің директоры Қасымхан Аманжан. Арамызда қазірменді арау қанылар, ауыл тұрғындары, ел ағалары, барлықтарыңызды бүгінгі 8 наурыз халықаралық әйелдердің күнімен шын жүректен құттықтауға рұқсат етіңіздер. Мереке сіздердікі тек қана 8 наурыз емес, әр күн, әр таң, әр батқан күн атқанда барлық сіздер үшін оянып, сіздер үшін жаңағы табиғаттың түрлі кереметтері қайсысы болсында сіздер үшін арналғандай болып көрінеді. Неге десеңіздер, анасыз өмір, әйелсіз өмір, бұл өмірде бос қалғандай болып көрінеді. Барлықтарыңыз білесіздер. Мынау бүгінгі мерекедегі тілеген тілектердің барлығына қосыламыз. Қабыл болсын. Және де осы жердегі
батаменен ел көгереді, жаңғырменен жер көгереді дегендей елдің алғыс ықыласына бөленіп осылай батасын алып жатқан мынау Майлықожа ағамызда қабыл болсын. Осы ананың ақ тілегі, аналардың ақ батасы арқылы мынау қазір ауылдағы кәсіпкерлікті дамытып, бірнеше жұмыс орнын ашып, кәсібіңізді дөңгелетіп жатсыз. Осы ақ бата, ақ тілектен кейін ары қарай ауылдың экономикалық өсуіне, қарқынды дамуына өз үлесіңізді қосуға да септік болады. Үлкен тілегіміз бар. Және де мынау осындай керемет іс-шараны ұйымдастырып отырған ауыл әкімгершілігі, Сәке өзіңіз бастаған ұжымға, сонымен қатар жаңағы қоян-қолтық жұмыс жасап жатқан мәдениет үйіне, Бақытгүл апайға барлықтарыңызға осы ауылдағы мәдени көпшілік іс-шараның дамуына, өсуіне, мынау біздің басқа ауылдан ерекше көп жағдайда мақтана алатындай осындай іс-шараларымыз ауызбіршіліктің арқасында бітетін дүние. Төртеу түгел болса төбеден келеді дейді. Алтау аладан Құдай сақтасын. Осылай төрт көзіміз түгел болып, төрт аяғын нық басқан тұлпардай ауылымызда жақсы тіршіліктер көбейе берсін. Тағы да мереке құтты болсын. Рахмет. Сізге айтатын демеушілер бар ма? Әйелдер қауымы рахмет. Мына 8 марттарымен жылдайға өсіп жинала берек. Көбеймесек азаймай. Айналайын майдан. Тұрсынхан кластасының баласы Зөреге де рахмет, сен туған Тұрсынханға да рахмет, сен әкем болған енді. Соған тиіп отыр. Бар тілегімізді саған айтамыз, саған әкеме де тие берсін жаным. Ырзамыз бәріміз, қай уақытта саған ырзамыз айтайын. Осы уақытынан тайма, өмірлі шүбірлі болып, көгере бер, өсе бер жаным. Құрметті ару аналар, қадірлі қыз-келіншектер, замандастар, бүгінгі 8 наурыз халықаралық әйелдер күні сізді құтты болсын. Барлық уақытта осындай көктемнің алғашқы шуағындай жайнап жүре беріңіздер. Семьяларға тек қана бақыт, сендерге тек қана саулық тілеймін. Мынау ер азаматтар, ел ағалары, осындай аналарды құрметтеп, бүгін құттықтап, мына жерде аз ғана жаңа жақсы концерт беріп, өздеріңіздің құрметтеріңізді көрсетіп жатырсыздар. Сіздерге мың рахмет. Сіздер болмасаңыздар, әйел адам түгел болса төбеде келеді деп, сіздермен бірге осы әйел адамдар сіздердің арқаларыңыз, өйткені қолдарыңыздан найза, ел қорғап, осы ұрпақты қорғап жүрген сіздердің арқаларыңызда бар күннің шуағы осы аналардың жүрегіне мәңгі орнаған. Рахмет інім. Алла ақ дастарханыңнан айырмасын, барлық уақытта семьяңда тек қана қызықшылық болсын, жасап жатқан еңбегіңді Алла ескерсін, бар уақытта Алланың назарында, бақыттың назарында бола бер, денің сау болсын. Көп-көп ер азаматтар сіздерге рахмет, барлық аналардың атынан сіздерге көп рахмет. Жасап жатқан жаңағы барлық игі істеріңізге Алла разы болсын. Жоқ, тағы да аналарға арнап мына жерде тілек айту үшін Асқарада бір тілек айтыңыз. Асқарада әр уақытта әйелдің аты әйел, көп жұмысты атқаратын әйел кісілер жат кезінен. Бұлар еркелік керек кетер ғой. Үйдің жақсы болуы ағашынан, жігіттің жақсы болуы ағашынан деп, жаным бір күн өзім барып бесігіні айттым. Әйде тамақ берейін деп жатырмын, кемпірлерге дедім, рахмет. Мен мынау келіп отқан ағайын балаларыма көп-көп рахмет айтамын. 8 марттарың құтты болсын. Айналдым, айналайын балаларым, сендерге ақсып берген аналарым. Кей бала өсіп енді жеткеннен соң анаға бұрып та қарамадым. Құдайға шүкір деп айтайын, жылда наурыз мейрамында мешіттегілерді шақырып, Зөре ханым бесікте қанағат 6 айлық боп қалған. Соның бәрін нан жапты, сиыр сауды, көбі пісіп осы балаларды жеткізді.
Ақшын ақтабатын балаларға көп рахмет. Әр бала осындай болсын, жұрттың анамына өсегімен жұмысын жоқ, өзім нағашыларым бар деп мақтан амалаймын. Кішкене қаным бар, сосын сөйлеп отырмын. Есіліп кеттім, мына кемпір демеңдер. Айналайым, айналдым, балаларым аюгай. Ақшыт берген сен берге, аналарым аюгай. Келін алып отау бір, тепкеннен соң аюгай. Кейбір бала анаға қарамасын аюгай. Қойайын ба, айта берейін ба? Жылқы ішінде ала жүр, ұстай алмай бала жүр. Еңбектен соң балаларым осы әнімді сала жүр. Жылқым жүзге жеткенде қуанамын аюгай. Аяғыммен құдықтан су аламын аюгай. Күлкі қылып енді бір жүрмеңіздер аюгай. Қаттайтуға өлеңді жасымнан ұяламын аюгай. Ойбай, мен кәмәсетпен айналысам, тағы айтамын ақша. Есік алды білдіргенді кім көреген. Нағашым ойнап күлгенде әнді салып меңгерген. Рахмет. Рахмет. Бұдан жастау кезіңізде нағыз отырыстың гүлі болған екенсіз білдірдіңіз. 8 наурыз халықаралық әйелдер мерекесінің аудан әкімінің қабылдауында болатын біздің аудан Сарпекова Дәндегүл апамыздың тілек айтсыншы. Әсіресе мынау әйелдер қауымы, қыздар, үлкен апалар, менен кейінгілер, орта буындылар, барлықтарыңыз 8 март мерекесімен құттықтаймын. Әрине бұл мереке біздің мерекеміз. Осы ұжымды басқарып отырған әкімдершілікке және мынау осы жаңа концерт басқа жағын ұйымдастырып отқан менің шәкіртім Бақтыгүл. Еңбегің бар уақытта жемісті болсын жаным. Әр уақытта жоғары деңгейден көріне бер. Біздің осы Аққорған ауыл округінің гүлі болып жанып барлық жерде жүре бер. Денің сау болсын, саған бар жақсылықты тілеймін. Майранжан, саған айтарым, бұл өмір дегеннің өзі өзен. Әртүрлі жағдайлар кездеседі. Міне бүгін сен өзіңді көрсете білдің. Мынау өзі берсін. Тек қана махаббаттарың мәнді болсын, сәнді болсын, енді бақытты отбасы болар біліңдер. Дастарханың әр уақытта осындай бай болсын, төрттілігің сай болсын Майранжан. Келесі жылы Құда қаласа келіннің құлындағаны тай болып, сол бесікте тербеткен сәбидің тойын көре берейік, еш жамандық көрмеңдер, орталарың тола берсін, дендерің сау болып, бақытты отбасы болып, өмірлерің осындай жарқыраған күндей жайлай берсін. Аналар, тағы да құтты болсын мерекелеріңіз. Көпшілік қауым, аналар, мейрамдарыңыз құтты бола берсін. Мынау айтылған тілектердің бәрі періште аумин десін, дендеріңіз сау болсын. Әрқашан осындай дастархан несіп етсін бізге. Қызықшылық бола берсін мына елімізде. Сардар қожа, рахмет сағында. Рахмет барлық тілектерге. Періштелеріміз сау болсын барлықтарыңыз. Шай ішіңіздер, астына отырыңыздар.
Thank you.